Сенесіз бе, бар жау екі ғана жұмқан өте дәмді болып шығатын кремсіз рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен таза ыдысымызға 2 дана жұмқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Массамыз әдеттегідей 2 есе ұлғаю керек. Дәл осындай кезде үстіне сұйық майымызды және бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. Жақсылап тағы миксерлеп жібереміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бізге бөлек ыдысымыздағы ұнның үстіне разрыхлительді салып, екеуін араластырып аламыз. Және де бұл жерде енді миксермен араластырмаймыз, тек қана лопатканың көмегімен араластырамыз. Бұл жерде ұнымызды бірден салмаймыз, аздан сала отырып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бірден қатты араластырып жібермей, жай ғып ақырындап араластырамыз. Осымен міне массамыз дайын, дәл осындай болып шығады. Енді осыны формамызға құямыз. Менде бұл жерде диаметрі 20-30. Бірден осылай тефлон ковриктің үстіне құям. Тефлон коврикті ешқандай майлаудың қажеті жоқ, бірден құя береміз. Міне енді осымен дайын. Енді духовкамызға қызып тұрған пеште 220 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Дәл видеодағыдай ыстық күйінде, міндетті түрде тез ыстық күйінде осылай орау қажет. Және осылай дөңгелек болсын деп үстіне полотенце қойып қоямыз. Кейіннен алып, жайлап алып, осылай суығаннан кейін арасына джемді құямыз. Сіздер қалауынша варенье құйсаңыздар болады, не болса джем құйсаңыздар болады. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Джемнің барлығын құйып болғаннан кейін рулетімізді қайттан ораймыз. Холодильникке 20 минутқа немесе морозилкаға 15 минутқа қойып қоямыз. Өте дәмді болып шықты. Қараңыз, тұрғанның өзінде рулетіміз жұмсақ, нәзік болып тұр. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Мына жерде бір бөлігін қараңыздар, қалай оңай бөлінеді. Өте нәзік болып шықты. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.